Енді кезіндегі Абузар Ғаффари мысалы, ол кісі керемет сахаба болды. Ол кісінің кезінде бір оқиға болды. Бір адам не істеді? Үлкен керуенмен бір ауылдың ішіне өтіп атты да. Сол кезде бір түйесі не істеді? Босанып кетіп, ана егінге түсіп, егіншінің егін майқандап атты. Сол кезде жаңағы егінші енді оңай нәрсе емес қой, ол егінді қалай жеткізгені. Ол ашуланып таспен ұрған кезде түйе өліп қалады да, басынан тиіп. Сол заматта түйенің егесі ұйқысынан оянып кетіп көріп қалады соны. Содан не істеді? Бұл ақыл жоқ қой бұда. Сон ұрасың ба солай, ақыл түсініп тұр дейсің ба деп тасты алып өзіне лақтырғанда ол да өліп қалады да, ол да басынан тиіп. Сонымен не болды? Шариғат бойынша бұл халифа Омардың кезінде болған оқиға. Ол кісі халифа. Енді шариғат бойынша адамды өлтіргеннен кейін оның қанға қан, жанға жан деген нәрсе бар. Оның екі баласы келеді де, әкесінің қанын сұрайды халифадан. Мына әкеміз ұрып өлтірді мынау. Сонымен нені қылды? Өлтіргеннен кейін өлтіру керек оны. Қанын сұрап тұр, оны кешіріп тұрған жоқ. Кешірсе не болады? 100 түйе құны төленеді. Бәрібір кешіргеннің өзіне. Оның әкесінің қанын сұрап тұр. Сол кезде жаңағы әлгі өлтіріп қойған кісі не істеді? 2 күн уақыт сұрайды. Маған 2 күн уақыт берсеңіз, 2 күннен кейін келем, сосын мені өлтіре беріңіздер дейді. Сонда айтады халифа: енді біз сені танымаймыз ғой, сен өз басқа жақтың адамысың, біздің ауылдан өтіп бара жаттың да, мына кісіні өлтірдің. Бір адам сенің орнына кепілдікке қалсын дейді. Ондай болса, біз сені жіберейік, бір адам кепіл болып қалсын. Сен келмесең не болады? Оны өлтіреміз деген сөзде. Бір адам өлу керек қой, ана қанын сұрап тұр ғой, әкесінің. Сонымен жаңағы жігіт не істеді? Қарақұрым жиналып тұрған адамның ішін аралайды да. Аралап жүріп бір адамды табады. Осы маған кепіл болады дейді жаңағы. Ол Абузар Ғаффари деген сахаба еді. Абузар, сен кепіл боласың ба мына адамға дейді. Я, кепіл боламын дейді жаңағы. Онда сен жүре бер дейді. Сонымен не істейді? Жаңағы жігіт жүріп кетеді. Абузар қалды, сол жердің адамы. Бір күн өтеді, екінші күн түс ауып жатыр, ана жігіт әлі келмей жатыр, 2 күнге уақыт сұраған. Абузарға келіп айтады: Абузар, ана жігіт танитын ба едің сен дейді. Жоқ, танымаймын дейді. Сен танымайтын біреуге кепіл болдың ба? Я дейді. Ол келмесе сені өлтіретінімізді білесің бе дейді. Я дейді. Не үшін олай кепіл болдың танымайтын адамға деген кезде ол жігіт не деп айтты сахаба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар бір-біріне сенетін еді. Олар кепілдікке өтетін еді. Қазір мен кепілдікке өтпеймін, бұл жігіт танымаймын десем, адамдар айтпайды ма деді. Кәпірлер айтпайды ма? Мұхаммед тірі кезінде мұсылмандар бір-біріне сенетін еді, өміріне өтіп еді, енді бір-біріне сенбейтін бопты бұлар деп айтпайды ма деді. Сол үшін мен оған кепіл болып сендім деді сөзіне. Сонымен жаңағы күн батып атқан кезде жаңағы жігіт әрең үлгеріп келеді. Халықтың бәрі жаңағы күтіп жатыр, не болады екен деп. Жаңағы жігіт келеді: 2 күн уақыт не үшін сұраған ең дейді одан. Ол айтады: мен өзі 2 қызым бар дейді. Мен бүкіл жинаған терген алтындардың барлығын жердің астына көміп қойғам, ешкім білмейді дейді. Сол алтындарымды қазып алып қыздарыма беріп келдім дейді жаңа. Мынаны жақсылыққа жаратыңдар. Мен жиған тергенім осы, мен олды өлтірілейін деп атын, мен біреуді өлтіріп қойдым дейді. Сол қайырласып келген екен. 2 күн уақыт соған кеткен екен. Сонда жаңа жігіттен сұрады: сені өлтіретінін біліп тұрып, мына Абузар сені танымайды да екен. Сен келмей қойсаң, біз сені қақтан табу керек екенін білмейтін едік қой дейді. Не үшін келдің дейді. Сонда ол жігіт не деп айтты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар уәде берсе уәдесінде тұратын еді. Мен қазір уәде беріп 2 күнде келем деп келмей кетіп қалсам, кәпірлер айтпайды ма енді? Мұсылмандар енді бір-біріне уәде берсе уәдесінде тұрмайтын бопты деп айтпайды ма деді. Мен сол үшін уәдем тұрып келдім деді. Өлтіретін біліп тұрсам да деді. Сонда жаңа әкесінің қанын сұрап тұрған 2 баласы не істейді? Болды, біз бұл кісіні кешірдік деді.
әкеміздің қан талап етпейміз болды деді. Ол екеуінен сұрады. Халифа Омар сұрап жатыр барлығынан. Не үшін кешірдіңдер енді деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар бір-бірімізді кешіретін едік қой біз деді. Қазір біз кешірмесек, енді кәпірлер айтады ғой, мұсылмандар бір-бірін кешірмейтін болыпты деп айтады ғой. Сол үшін біз әкемізді өлтіріп тұрған кісіні де біз кештік деді. Сөйтіп не істеді? Осы үш қасиет, мұсылмандардың бойындағы үш қасиет Пайғамбар салам кезіндегі көрінді де бір оқиғадан. Бұл қасиеттер бізге аманат. Әрбір мұсылманмын деген адам бойында уәдеде тұру, аманатты бірінші уәде берді, уәде тұрады. Екінші бір адамға не істеді ма? Сенім деген нәрсе. Сенді ма? Оны сенім ақтау. Үшінші кешіру деген нәрселер біздерге аманат болып қалған нәрсе. Жарайды, мына заманда біреу алдап атқан шығар, алаяқ болып атқан ешкім сенбей шығар, бірақ біз сенейік. Ол мұсылмандық бойымыздағы қасиет қалу керек бізде. Уәде бердік па? Уәдеде тұрайық. Бұл әрбір мен мұсылманмын деген адам бойындағы болу керек болған жақсы сипаттар. Пайғамбардан не көрді? Сахабалар сол нәрсені бізге жеткізді.